Тікбұрышты параллелепипед. Тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы. Жалпы мына тақырыпта мына берілген тікбұрышты параллелепипед. Бұның төбелері мынау болып табылады міне. Бірінші төбе 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 төбесі бар. Қыры мынау қыры болып табылады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қыры бар. Жақтары мынау беті ма, мынау жақтары болып табылады. Бір жақ 2, 3, 4, 5, 6 жағы бар. Яғни тікбұрышты параллелепипедтің 12 қыры, 8 төбесі, 6 жағы бар екен. Сонымен бірге мынау параллелепипедті төңкеріп қойған түрі. Мынау ұзындығы, бұл жерде тұрса мына ұзындығы, мына ені, мына биіктігі болады. Ал мына жерде мынау ұзындығы, мына ені, мына биіктігі. Осы түрде қабылдағандарыңыз дұрыс. Ұзындық, ені, биіктігі болады. Ал енді жазба дегенімізде тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы мынау. Жазбасы деген сөз, яғни тікбұрышты мынау қырларын бәрін жазып жіберетін болса, тікбұрышты параллелепипедтің мынау жалпылама жазбасы болып табылады. Мынау шеткісі, мынау шеткі, мынау жаңағы жақтары ғой, негізі жақтары, мынау үлкен жағы. Мынамен беттесетін болсақ, мынандай параллелепипед шыға келеді. Жалпы тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы деп қандай да бір қырынан бастап, мысалы мына қырын алайық, осы қырынан бастап тұтас жазық фигура болатындай етіп қиса, оның жазбасы шығады деген сөз сол. Ал енді мынаған қараңыздар. Мынау берілген куб. Куб деген қабырғалардың бір-біріне тең, ені, ұзындығы, биіктігі бір-біріне тең фигураны куб деп атаймыз. Мына кубтың жазбасы қараңыздар. Кубтың 6 жағы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жағы бар. Бұның да 12 қыры бар. Санайтын болсаңыздар, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қыры бар. 6 жағы бар. Жазбасын жазып отырып көрсететін болсаңыздар, міне жақтар 1, 2, 3, 4, 5, 6 жағы бар. Ал онда есепті бастайық. Бұл жаңа тақырып тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы деген тақырыптың есептерін бастайық. Мұны 302 есептен бастайық. Ауызша есептеңдер дейді, енді мен жазбаша сіздерге көрсете салайын. Так. Бастайық. Так, біріншісі 808-ні бөлеміз 4-ге. Бұл 202 болады. 505 болады, бөлсек. 202 болады, бірінші есебіміз. Ал енді екінші есепті қараңыздар. Ортақ бөлім 4, мынаған 2, мынаған 1. 3 бөлі 4 болады. Сегізге бөлсек, іштен береміз 2-ден. Яғни 36 бөлі 36. 2-ден 36 болады. 3 түседі. 0-ден береміз. 6, 2, 36. Так. 16, 2, 0. Бұл да 202 болады. И өтір қайырамыз. Бір сан, 2 сан екен өтір қайырамыз. 202. 2,2 болады. Арғарай 1 бөлінген 3, қосу 1 бөлінген 6. Ортақ бөлгіш 2, мынаған 2-ден берем. 2-ні 1-ге өтсем 2, қосу 1. 3 бөлінген 6, бұл 1 бөлінген 2 болады. Мынаны көбейттім 2-ге, ортақ бөлімге келтіру үшін. Сонда 6-дан 2, ол 1-ден 1 бөлшектің алымына бөлімін алып жазсақ, осындай болады. Так, үшінші есебі. бір, 0, 1. 1,1. 1,1 болады. Мына 2-ден береміз. 10 болады. 45 бөлі 9. 5,5 болады. Так, 4-ші есебіміз 2 бөлі 3 бөлі 9-дан 4.
Ол 3-тен 2 жазылады, көбейтіледі. 9 бөлшектің алымынан бөлшектің бөліміне 4 түседі. 3 пен 9. 9 пен 3 қысқарады. 3, 2 мен 4 пен 2 қысқарады. 2 бұл 1,5. Мен осын 21,7 бөлеміз 7-ге. 3 болады. 3,1 болады. 5 бөлі 6 көбейту 10-дан 3 дейді. Бір бөлшектің алымына, бір бөлшектің бөліміне алып көбейтіп жазам. Қысқарады. Мына 1, мына 2, мынауымыз 2. 1 бөлі 4. Так, 1303 есеп. Қыры 15 см кубтың қаңқасын дайындау үшін ұзындығы неше метр және сантиметр сым керек дейді. Так, куб берілген. Куб дегенді білесіздер міне. Сыз көрсететін болсақ. Міне куб. А нүктесі. Төбелер. FK. Мін төбелерін белгілеп қойдым. Мына төбелер. Осын қыры мынау. Так, қанша қыры бар еді? 12 қыры бар ғой. Қырлар. Мынау да қыры болып табылады. Мынау да қыры болып табылады. 12 қыры бар да. Сол қыры 15 см кубтан дейді. Қаңқасына қандай ұзындықта неше метр сым керек дейді дайындау үшін. Так, шешуі. Қыры 15 см. 12 қыр болғандықтан 12-ге көбейтем. 210 см болады. Міне. Жауабы. Қаңқа дайындау үшін ұзындығы 2 метр 10 сантиметр не керек екен? Сым. Сым қажет. Жауабы мынау. Немесе өйтіп жазсаңыздар болады жауабын. 2,10 метр десеңіздер де болады. Немесе 210 сантиметр десеңіздер де болады. Әрмен қарай. 1304. Так, 1304 есепте былай деді міне. 9-6 суретте кубтың жазбасы кескінделген. Мына кубтың жазбасы, егер кубтың жоғарғы жағы боялған болса, қай жағы табаны болады? Қай жақтары сол жақ, оң жақ, бүйір жақтары болады дейді. Бұның мына кубтың жоғары жағы боялған, яғни мынау боялған жағы жоғары жағы болып табылады. Осының енді табанын табуымыз керек. Сонымен бірге оң жақтағы, сол жақтағы бүйір жақтарын табуымыз керек. Бүйтіп қарайтын болсақ, жоғары жағы мынау боялған болса, кубтың жазбасын бүктейтін болсақ, бір-бірімен реттеп бүктейтін болсақ, онда табаны үшбұрыш болады. Ал сол жақ беті жұлдыз болады. Сол жақ беті. Негізі осы тұрған тұрыстан мына жағы оң жақ болады да, мына жағымыз сол жақ болады. Біздің қолымыз оң жақта жазу жазамыз, оң жақпен бұйырып сөйлейміз ғой, мынау деп, сол жақ оң жақ болады да. Ал сол қолымыз бар ма? Сол жағымыз сол жақ болып табылады. Сол себептен сол жақ беті жұлдызша болады, ал оң жақ беті шеңбер болатын. Соны жазып қояйын. 1304-ге соны жазып қояйын. Бірінші, жоғарғы жағы боялған. Екінші, табаны үшбұрыш. Сол жақ беті жұлдыз. Оң жақ беті шеңбер. Так, жоғары жағы боялған, табаны үшбұрыш, сол жақ беті жұлдыз, оң жақ беті шеңбер. Бұны қалай түсінбей қаларыңыз мүмкін, ешқандай түсінбей қалатын нәрсесі жоқ. Мына жазбаны қырмен бүктейтін болсаңыздар, осындай көбек шығады. Осыны қырқыпты бүктеуге болады, жасайтын болсаңыздар, кішкентай көбек шығады. Немесе көзбен де бұны бүктеуге болады. Мынау жоғары жағы, мынаны төңкеріп алып келіп, мына жоғары жағына қоятын болсаңыздар, мына жұлдызша сол жағында тұрады да, мынау табанына түседі. Ал мынау оң жақтағы бүйір жағы болып табылады. Ал мынау жалаушамыз жоғары жағындағы бүйір қабырғасы болып табылады. Жоғары жақта, ал мына төмен жақтағы бүйір қабырғасы болып табылады. Мынау несі бұл? Айы. Ол бізге сұраған жауап бердік. Енді 1305 есеп.
Так, 1305. Не дейді? Кубтың бір жағының периметрі 38 сантиметр дейді. Куб сызып қояйық. Куб деген барлық қабырғасы бірдей деген сөз, бір-біріне тең деген сөз. Куб. Так, А, Б, С, Д, Е, Ф, К болсын. Міне төбелері берілген. Не? Енді осы кубтың бір жағының периметрі 32 сантиметрге тең дейді. Кубтың бір жақ периметрі. Так, бір жақ периметрі, мысалы, мына жағын алайық. Бір жақ периметрі мына жақты алайық. Мынау. Өзімізге қарап тұрған жағын алайға, негізі 6 жағы бар бұның. Мынау бірінші жағы, мына жақтағы екінші жағы дегендей. Мынау екінші жағы, табаны үшінші жағы, төбесі төртінші, төбесінің төртінші жағы. Қояйық, төртінші. Ар жағы бесінші, бер жағы алтыншы жағы деген сөзді. Сондай жақтар бар. Мына бізге қарап тұрған жағын, бір жағының периметрі 32 сантиметр екен. Так, периметрді шешуі 32 сантиметр деп белгілейміз. Ал енді бізге айтады, осы периметрдің так, куб бет ауданын табыңдар дейді. Периметр 32 болатын болса, бет ауданы. Так, бар қабырғалар тең болады бұның. Яғни, бұлай болады. Периметр тең 4А дейміз. Қабырғасы міне 1 қабырға, 2, 3, 4 қабырға. 4А болады. 32-ні қоямыз да, 4А дейміз да, бір қабырғасын тауып аламыз. А тең 32-ні бөлеміз 4-ге. А тең қанша? 8 сантиметр болды. Міне. А тең 8 сантиметр болды. Ол жаңағы периметрдің А қабырғасы. Кубтың бір қабырғасы 8 сантиметр. Енді ауданын табуымыз керек. Куб болған кейін бар қабырғалар тең ғой. Мынау бір жақ бетінің ауданын табам. Бір жақ бетінің ауданы С, А, Д, Ф, К болсын. Осының ауданы А квадрат. Бұл деген сөз 8-ді көбейтем 8-ге 64 сантиметр квадрат деген сөз. Ал енді кубтың ауданы. Жалпы куб ауданы осы 64-ті көбейтем 6 жағына. 6 жағы бар оның. 1, 2, 3, 4, 5, 6 табанымен 6 жағы бар. Соны көбейтетін болсам, 384 сантиметр квадрат мін кубтың ауданы шықты. Кубтың ауданы шықты. Енді кубтың көлемін тап дейді бізге. Так, кубтың көлемінің формуласын білесіздер. Кубтың көлемі. А куб. Бұдан куб тең болады. Бір қабырға 8 болса, 8-ді өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. Сонда 512 сантиметр куб болады. 512 сантиметр куб болды міне. Кубтың да көлемінде жаңа қабырғасын тауып алдық. 512 сантиметр куб. Куб. Куб деген сөз 3 дәреже деген сөз. Болды. 1305 есебіміз аяқталды осымен. Енді 1306 есепке көшейік. 1306 есеп қарайтын болсаңыздар. Міне 1306. Келеді 1306-да. Тікбұрышты параллелепипедтің 9-7 А суретті, 9-7 Ә суреттері осылай көрсетілген. Мынау параллелепипед, мынау параллелепипед, мына соның жазбасы. Жазбадағы дәптердің екі торгөзін ұзындығы 1 сантиметр деп алып, тікбұрышты параллелепипедтің несін табыңыздар дейді. Жазбасының ұзындығын, енін және биіктігін табыңдар дейді. Ал бірінші 1306 есеп. Енді қараңыздар, бұның бірінші жазбасының ұзындығын табамыз. Ұзындығын А деп белгілейік. Б деген ені, С деген биіктігін. А, Б, С болып көрініп тұр. Бірінші ұзындығы А, мынау ұзындығы да, мынау ұзындығы. Так, осыны есептейік. Екі торгөзін 1 сантиметр деп алындар еді. 1, міне. 1, 2, мынау 1 торгөз 1, 2, 3,
4 сантиметр. 4 сантиметр мынауымыз. Ұзындығымыз 4 сантиметр. Так, енді енін алайық. Ені мынау, ені мынау. Мынау ені, мынау да мынау Б. Мынау ені болып тұр. Санайық. Мына екі тор көзі 1 сантиметр, мына екі тор көзі 1 сантиметр. Сонда 2 сантиметр болады. Мынауымыз 2 сантиметр. Мынау ұзындықтары 4 сантиметр болды. Так, бұл 2 сантиметр. Енді биіктігін қараңыздар. Биіктігі мынау. Мына биіктігі бар ма? Мына мен мынаны жазбасын. Мынау биіктігі мынау болып табылады ғой. Бүктеген уақытта мынау да болып табылады биіктігі міне. 1, 2, 3, 4. Сонда 2 клетка 1 сантиметр болса, мынау 2 клетка 1 сантиметр, мына 2 клетка 1 сантиметр, екеуі қосылып 2 сантиметрді береді. Биіктігі 2 сантиметр. Міне ұзындықтарын таптық. Тікбұрышты параллелепипедтің. Енді тікбұрышты параллелепипедтің бетінің ауданы неше квадрат сантиметр дейді. Так, тікбұрышты параллелепипедтің ауданы жалпы табу үшін біз бірінші мынау так. Мынаны тауып алайық. Мынау 4-ке тең, мынау 2-ке тең, иә? Осының ауданын тауып алайық. Мынау 4 сантиметр А, Б 2 сантиметр. Мынау А, мынау Б. Мынау С биіктігі. Енді аудан табу үшін аудан бірінші тікбұрышты параллелепипедтің бір жақ бетінің ауданын тауып аламыз. Бір жақ бетінің ауданы. Так, А-ға көбейтеміз Б-ны. Бұл деген сөз 4-ке көбейтем 2, 8 сантиметр квадрат деген сөз. Бұл әлі біткен жоқ. Тікбұрышты параллелепипедтің осындай 4 сантиметрлік ұзындығы, енді 2 сантиметр нешеу санайық. 1, 2, 3, 4. Көрдіңіздер ма? 1, 2, 3, 4. Бұлар үлкен жақтары. Сол себептен S-тен 8 сантиметр квадратты көбейтемін 4-ке. 32 сантиметр квадрат болды да. Ал енді кішісін есептейік. Мынау үлкендері болды мынау. Мынан бәрін үлкендеп алайық. Қалай белгілесе бүйтіп қояйық. Үлкендерін ауданы тауып қойдық. 4 екен міне. Иә? Енді кішісін табайық. Кішісі мынау. Міне. Мынау кішілері. Мына жерге дейін. Және мынау кішісі. Так. Мынауымыз 2-ке тең, және мынауымыз 2-ке тең бұл. Бұның ауданы мынау үлкен жағы. Енді кіші жағын жазайық. Кіші жағы 2 көбейту 2, 4 сантиметр квадрат. Бұдан кеп шығады. Неше жағы бар? 1, 2 жағы бар. Яғни S кіші жағы 4 сантиметр квадратты көбейтем 2-ге 8 сантиметр квадрат. Әлі есеміз біткен жоқ. Енді біз нені табамыз? Енді біз жалпы тікбұрышты параллелепипедтің ауданын табамыз. Жалпысын табамыз. Сонда 32 сантиметр квадратқа қосамыз 8 сантиметр квадратты. Қосатын болсақ 40 сантиметр квадрат болады. Міне тікбұрышты параллелепипедтің бет ауданын таптық. 10 сантиметр квадратта екен. 40 сантиметр квадратта екен. Жауабы 40 сантиметр квадрат. Есебім шықты. Әрмен қарай 1307 есеп. Не дейді? 1307 не дейді? Дәптерге қыры 2 сантиметр болатын. Қыры 2 сантиметр болатын. Қыры 2 сантиметр болатын. Кубтың жазбасын салыңдар дейді ғой. Қыры 2 сантиметр болса, кубтың жазбасы қанша жағы бар еді? Кубта 6 жағы бар еді. Так, 2 сантиметрден бірінші мен 4 жағын сап алам. 2 сантиметрден. Міне. Мына жерден бастап, мына жерге дейін бір жағы. 4 деп салсам, 8 сантиметрге дейін бар екен ғой. Міне. 8 сантиметрден араларын бет болып шығам. 4 болды. Мен осын қосамын. Және төмен қарай 2 сантиметрден түсірем. Мына жер екен. Сызып алам. Енді араларын бөліп шығам. Бір жағы, 2 жағы, 3 жағы, 4 жағы.
енді 5-ші 6-шы жағын мына жерден қойсақ та болады, мына жерден қойсақ та болады. Мына жерден қояйын. 2 сантиметр мына жағымыз қыры, мынау да 2 сантиметр. Дәл осылай. Мына жерден барып 1, 2, 3 мына жерден барады екен ғой 2 сантиметріміз. X қыры 2 сантиметрге тең. Кубтың жазбасын салдық. Жазба бойынша берілген кубтың ауданы табыңдар дейді. Мына кубымыз салынды. Жазбаны негіз әріптермен белгілесек те болады. Бар әріптермен белгілеп, әрбір төбелерін әріптермен белгілеп қойды. Бұлай бүктеп, төбелерін бұлай нүктемен белгілеп қояйық. Қанша 12 қыр болады. Мына төбелерін бір-бірімен беттестіреді ғой. Мынау табан жағында жатады. Мынау екеуі бүйір жағы. Мынау жоғары жақтағы бүйірі, төмендегі бүйірі. Мынау төбесін жабады да. Бүйтіп қойған. Мынау төбесін жабады. Төбесі. Мынау табаны. Мынау оң жақтағы. Оң жақ бүйірі. Мынау сол жақ бүйірі. Мынау төбесі. Так. Төбесі. Мынау жоғарғы бүйірі. Мынау төменгі бүйірі. Беттестіретін болсаңыздар, кубик шыға келеді. Так, осының бетін ауданы тап дейді. Мынау 2 сантиметр, мынау 2 сантиметр, мынау 2 сантиметр. Так, бұнымыз тең болады екен. Жазамыз шешуі. Ауданы табу үшін бірінші. Так, А квадрат деймін. Барлық қабырғалар 2-ге тең болғандықтан А квадрат деймін да. 2 көбейту 2, бұл тең 4 сантиметр квадрат болды. Енді бізде қанша жағы бар? 6 жағы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сол себептен де 4 сантиметр квадраты көбейтем 6-ға. Тең 24 сантиметр квадрат екенмін ауданы. Жалпы ауданы 24 сантиметр квадрат екен. Мына шықты болды.